Қазақ футболшыларының аты әлемге қатты танымал болмағанымен, олардың әрекеттері ғаламтор бетін шулатып жүр. АПЛ-ды қарап отырып, кенеттен КПЛ-ды қарап кетсеңіз, неше түрлі жайттарға тап боласыз. Біз бүгінгі шығарылымда Қазақстан чемпионатындағы қызық және бұзық сәттерді ұсынамыз. 2018 жылы футболдан Қазақстан кубогы аясында Мақтаарал мен Астана арасындағы ойында сенсация тіркелді. Елордалық клуб күтпеген жерден 3-1 есебімен жеңіліп қалды. Алайда сенсация тек алаң ішінде емес, алаң сыртында да болды. Мақтааралдың жартылай қорғаушысы Кеңесбай Шыбаев алаң жиегінде өсіп тұрған шөптерді суарды. Кім білет, бәлкім ол кезде әлі де болса Қазақстанға биотуалет келмеген болар. Англияның әдемі бассейнінде жүзіп, саунасында рахаттанып суға түсіп жүрген Андрей Аршавин Қазақстанда су таппай қиналам деп ойлады ма? Батысқа қонаққа барған Қайрат командасы қызықты жағдайға тап болды. Атырау командасымен ойыннан кейін жуыну бөлмесінде бұрынғы Ресей жұлдызы Андрей Аршавин мен қазіргі Зенит жұлдызы Нұралы Әліп душ болмағаннан раковинаға жуынған. Бұл видео әлеуметтік желіге тез тарап кетті. Байғала деп мақталатын Атырауда мұндай жағдайдың болуы ұят. Әлде Атыраудың ойыншылары душқа емес, мұнайға түсе ме? Ордабасы командасында Асхат Тағыберген деген мерген ойыншы бар. Бірақ Шымкентте тек футболшылар емес, жанкүйерлер де мерген. Ордабасы мен Астана арасындағы ойын кезінде Томасов қақпаға допты дәл тигізді. Ал оған ашуланған жанкүйерлер Томасовтың басына қарды дәл тигізді. Бәлкім бұл жанкүйерлер бала кезінде талай қызды қармен атқан шығар. Түркістан облысында 30 миллион долларға жаңа стадион салынды деп қалың Қазақстан шулады. Аты шулы стадионда ең алғашқы матч Тұран мен Астана арасында өтті. Алайда футбол қараймыз деп жиналған жанкүйерлер ватерпол қарады. Домаланған доптың өзі алаңның әр жерінде көл болып жатқан судан жүрмей, ойыншылар доп емес су теуіп жүрді. Камера сыртынан қараған адамға алаңда футболшылар емес, балалар бір-біріне су шашып ойнап жүргенге қатты ұқсап кетті. 2020 жылы ашылған сол стадион салынғанына енді ғана 2 жыл болғанда жөндеу жұмысына жабылып қалды. Қазақстанда қоғамдық орындарда балаға сөз айтсаңыз, айыппұл төлейсіз. Алайда Ақтөбе жанкүйерлері айыппұл төлемеудің жолын тапты. Қайрат десе тілі қышып тұратын 13-ші сектор жігіттері футболдан Қазақстан кубогының финалында алматылық клубқа сәттілік тіледі. Жай ғана тілмен, қолмен емес, дронмен. Бірақ алматылық футболшылар дронды ұшатын тарелка деп ойлап, жазуды оқыған жоқ. Ғаламторда үй, машина, техника іздеген хабарландыруды көп кездестіруге болады. Бірақ Қазақстанда жүрсеңіз неше түрлі хабарландыруды естіп, құлағыңыз бір түрлі болуы мүмкін. Солардың бірі Қожағапанов мырзаның қожанасыр әрекеті. Футболдан ұлттық құрамаға бас бапкерді интернетке хабарландыру арқылы іздеген президент бізді таңғалдырды. Кім білет, Қожағапанов мырза OLX-тен, Крыша KZ-тен бәрін табуға болады деп ойлаған шығар. Алматылық Қайраттың кезекті ойыны кезінде орталық стадионда қызықты жайт орын алды. Жарақатына байланысты алаңға шықпай көрермендер арасында отырған Исламбек Қуат төреші ысқырығынан кейін өз командаластарына қарай жүгірген еді. Алайда алаңдағы күзетші полицейлер Қуатты танымай қалып, оны алаңға жібермеді. Кейін команда бапкерлерінің көмегімен Қуат полицейлерден құтылды. Ең қызығы, Қуат Хамитовты танитын тәртіп сақшылары Исламбек Қуатты танымайтыны бір түрлі. Полицейлеріміз Исламбек Қуатты танымайды деп ренжіп жүрсек, журналистеріміз президентті танымайды екен. Қазақ футболына жарқын жаңалықпен, жаңа жеңістермен келген Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Барменқұловтан сұхбат алған тілшіміз осындай ұят әрекет жасады. Бір күні футбол президенті емес, ел президентін танымай қалып масқара болып жатпайық. Аты-жөніңізді просто айта аласыз? Аты-жөніңіз, фамилияңыз? Әділет Барменқұлов. Не узнали?
Это я Вагнилов. Қазақстан чемпионатында Қайрат өз қатарына Аршавин, Тимощук, Вагнер Лап секілді жұлдыздарды жинап жүргенде, Жетісу командаға Златан Ибрагимовичті шақырып айдаспанға шығарды. Ең қызығы, Швеция ұлттық құрамасында Барселонада, ПСЖ-да негізгі құрамда ойнаған Златан Жетісуда қосалқы құрамда қалып қойды. Заменде отырып ішім пыспасын деп, өзінің фамилиялас 10 бауырын да командаға қосып қойыпты. Жерар Гоудың кепкасын ұрлап кетті. Атырау қаласында басқа да қызықтар болғанын айттық. Сол баяғы Қайрат ойыншылары қайтадан зардап шегіпті. Қайраттың тарихындағы ең үздік сұрмергендердің бірі Жерар Гоу ойыннан кейін командалық автобусқа беттеп барған кезде атыраулық жанкүйер ивуарлық шабуылшының басындағы кепкасын тартып алып, бірден басқа жаққа қашып үлгерген. Айына небәрі 30 миллион алатын Қайрат ойыншысы бас киімін қимай Атырау фанның артынан жүгіріп, полиция қызметкерлерінің көмегі арқылы көп бейсболкасын қайтарып үлгеріпті. Осындай қызықтарға толы Қазақстан және әлем футболы жайлы ақпараттарды болашақта да ұсынатын боламыз. Сондықтан да біздің арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.